Елжан Сайдағали, продюсер, осы уақытқа дейін Инстаграм арқылы 200 миллион теңге оборот жасады. Мұғалім болып айына 300 мың 400 мың теңге табам. Үйленген қалай екен, өмірде не өзгерді? Универдің беретін білімі ол қазіргі өмірде актуальны білім бермейді. Неге продюсерсіз, неге запустармен айналысып жатырмыз? Осы екі зат адамда қалыптасса, ол кез келген жағдайда успешный болып шығады. Мен де өз шәкірттеріме айтамын, менен курс алдыңдар ма, 3 айдан кейін басқа бірден курс алыңдар. Бірақ айырмашылығы бар. Қандай деп ойлайсыз? Мен жетістік ретінде мысалы көлік алғанды тогда қатты санамаймын. Көп оқырман жинаудың құпиясы неде? Мысалы оқырман жинау бойынша мынандай күшті сайт бар да. Олардың барлығы айына 50 миллионға дейін табады екен. Жаңа айтып отырсыз ғой, бірден үлкен ақша, бірден көп сумма деген мен мүлдем тоже қолдамаймын. Бір шетінен ондай да ой келеді, неге бәріміз мына бір 20 миллион халыққа жармасып қалдық деп. Сені 10 миллионға шығуға көмектескен машинаң енді мешать етеді. Бірақ шынымен ол солай ғой. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бүгін байланыста мен Санжар Айдар, және бізде кезекті екінші подкаст. Бұл подкасттарда жалпы түсірудегі мақсатымыз біздің қонағымызды оны көрмеген, ашылмаған жерлерінен ашып, сіздерге толыққанды таныстыру және түрлі инсайттармен әрине сіздің миыңызды сан түрлі керемет ойлармен жару болып келеді. Сонымен ал қонағым таныстыратын болсам, бүгін бізде Елжан Сайдағали, продюсер, осы уақытқа дейін Инстаграм арқылы 200 миллион теңге оборот жасады, табыс тапты. Ал Елеке, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Бүгін подкастқа шақырғаныңызға рахмет. Өте қуаныштымын. Маған да осылай келіп, біліммен бөліскен, жалпы өз ойымды айтқан өте ұнайды. Сол себепті бұйыртса өте пайдалы боламыз. Максимально ашылып, бәрін шынайы айтсақ, күшті болады деп ойлаймын. Ал тамаша, келгеніңізге енді көптен көп рахмет. Енді сізбен бірінші рет танысып жатырмыз, алдыңғы қонағымызда сияқты. Енді сізге ең бірінші сұрақ, жалпы қайдан ғана осындай керемет күшті болып бізге келе қалдыңыз? Қай қалада, қашан туылдыңыз? Мен жалпы өзім Алматы қаласынан тумасымын. Алматы қаласының өзінде туылғам, ата-анам Семейден. Семей қаласынан осы жаққа ауылдан көшіп келген. Мен 2002 жылы 17 маусымда осы Алматы қаласында дүниеге келгем. Өзім осы Авизовский райондамын. Ата-анамның қарапайым кезінде арзан қалған үйі бар. Бірақ өте күшті районда тұрамыз. Сол районда жаңағындай өскен болатынмын. Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз? Жалпы отбасымда менде қазір 7 бала. 7 бала. Мен отбасымның үшіншімін. Менен кейін 4 қарындасым бар, ағам бар, әпкем бар. Әкем менде археолог. Мамам менде үй шаруасында, себебі мен сестренкам әлі 3 класс оқиды. Әлі кішкентай. В общем, ол кісінің жұмысы жалпы бала тәрбиесі болса, әкемнің жұмысы сол табыс табу, отбасын асырау дегендей. Сондай негізі өзіміз бала кезден көргеніміз осы негізі. Археолог деген кәдімгідей қызық екен, иә? Бірінші рет естіп тұрмын. Археолог деген енді кейбіреулер білмейді шығар. Археолог деген жалпы андай жер қазады. Сосын құмыра, тиын, оқ, қылыш деген сияқты заттарды табады. Соны музейға өткізеді. Жалпы мемлекетке жұмыс жасайтын адам. Жалпы негізгі мақсаты көне замандағы құралдарды көрсету ғой. Не болды, қалай болды, соны зерттеу, дамыту, іздеу тарихтағы белгілі бір историяны ашу. Осы болып табылады. Мектепті қай жерде тәмамдадыңыз? Мектепте қандай болдыңыз? Мектеп 139-шы мектеп, осы Алматы қаласында. Біздің ең қызығы бүкіл отбасымыздың барлығымыз фамилиямыз Сайдағалида. Біз бүкіліміз 7 бала бір мектепте оқығанбыз. 139-шы мектеп деген. Ол мектепте мен жалпы қалай болдым? Папам кіші кезден спортқа баулыған себепті өзім енді қатты сабақ оқыдым деп айта алмаймын. Жалпы 10 классқа дейін мен бүкіл өмірім бірдей болатын. Сабаққа барам, тренировка, сабаққа барам, тренировка, сонымен өтті. Ал жаз уақытында тек қана ауылға барып қой бағатынмын. Мектеп кезінде мен қатты андай бір ерекше бір успешный болдым деп айта алмаймын. Тек қана 11 класста өзіме мақсат қоямын, ұбт-дан жоғары балл жинаймын деп. Сол кезде мен реально уже бәріне озып кеттім. Бүкіл отличниктардан жарысып, өйткені ішімде конкуренция деген болатын да. Осы дисциплина мен конкуренцияның арқасында сол кезде озған болатын. Бұл менің өмірімдегі андай бір ең бірінші спорттан алған дисциплинамды өмірде қолданып жетістікке жеткеннің бірінші көрінісі болды. Сол кезде мен басымда андай не деп айтады ғой? Прецедент белгілі бір ситуацияның орын алуы. Сондай бір прецедент өмірімде орын алған. Одан кейін менде сенім пайда болды. Дисциплина арқылы кез келген жағдайға жетуге болады деген. Осындай. Онда түсінікті. Енді жаңа дисциплина деп жатсыз, конкуренция деп жатсыз. Кішкене галопқа ұқсайды. Галоп тест тапсырдыңыз ба? Сұрақ көргім келіп тұр. Галоп тест тапсырғам. Және ол өмірге қаншалықты әсер етті? Галоп тестқа мен өзім былайына қатты прям қарамаймын. Неге? Өйткені әлемде 8 миллиард адам бар. 8 миллиард адамның қабілетін 34 нәрсемен былай айта салу қиын деп ойлаймын. Бірақ мен ол тесттен алған бір
пользамның бірі өзімнің таланттарымның минустары мен плюстарын дұрыс қолдана алу. Мысалы, менде өзім негізі мен инфлюенсермін. То есть мен оранжевыймын. Оранжевый білесіз ғой, чисто оранжевый, яғни влиять ету, басқару, идея беру, оқыту деген сияқты сондай таланттар менде қатты дамыған. Мен бірақ та 2 жыл бұрын тапсырған мен жаңа галопымды салыстырып көрдім. 2 жыл бұрын мен басқадай болып. 2 жыл бұрын мен чисто фиолетовый болғым. Фиолетовый деген жұмыс жасау, экзекутор. То есть чисто жұмыс жасау болған, а қазір менде оказывается ауысып кетіпті инфлюенсинг. То есть мен 2 жыл бұрыннан қарасам, ол кезде мен делшақ, кішкене тек қана жұмыс жасай беретін адам болғанмын, өзім математик пәнінен мұғалім болып. Ал мына жақта уже қарасам, мен влияние, признание, халыққа шығу деген сондай таланттарға ауыстым. Адам өзгереді, сөйтіп сәйкесінше оның таланттары да өзгереді. Иә, галоптесті қайта уақыт өткен сайын тапсырып отқан дұрыс деп. Жоқ, бірақ та мен эксперттерден сұрағанда айтты, жоқ, лучше желательно біріншісі деді. Бірінші сол сен нақты өзіңнің таланттарың, ал қалғаны уақыт өте келген жаңағындай талант болып саналады деді. Вот өзім солай ойлаймын. Сізде қалай? Менде бір рет тапсырдым, әзірше солай тұр, жарты жыл бұрын тапсырдым. Енді екінші рет қайтадан тапсырғым келіп отыр енді. Кәдімгі қызық болып отыр. Енді одан кейін сұрағым келген нәрсе, жалпы қандай жоғары оқу орнын тәмамдадық, қандай мамандықты таңдадық? Мен өзім Казгуда оқығам. Казгуда научная математика деген мамандық бар. Бұл жақта универді аяқтағаннан кейін научный сотрудник, яғни аналитикалық орталықтарға жұмыс жасайтын мамандар дайындап шығады. Бұл жақта мен өзім математикадан қатты мықты болдым. И осы жаққа түскен болатын. Бұл кезде түскендегі мақсатым енді бірінші курс оқығанда мен мүлдем ойламадым, кәсіп жасаймын, бір нәрсе істеймін деп. Мен тек қана ойлағаным, примерно стабильно мұғалім болып айына 300 мың 400 мың теңге табамын. И сонымен жүре беремін деп ойлағам. И сол себепті ата-анамның айтуымен Казгуға түстім. Казгуда оқыдым и осы жақта аяқтап шықтым. Енді универді тәмамдадық, бірақ мамандық бойынша істемейміз. Универ қандай инсайттар берді? Универге түскен дұрыс па екен деген сұрақтар шығады ол жерде. Бұл жақта мен енді өзім екі түрлі ойым бар. Потому что біріншіден қазіргі уақытта, қазіргі заманда универдің беретін білімі ол қазіргі өмірде актуальны білім бермейді. Мысалы, көбінесе байқасаңыз, универді аяқтап шыққаннан кейін таза найымның мемлекеттің жұмыскер ретінде дайындайды, но бірақ та сен өмірде больше қаласаң, одан да үлкенірек амбицияң болса, бұл жақта енді мен өзім универдағы білімді қатты қолдамаймын. Неге? Өйткені универда енді фундаментальный білім береді. Универ деген аты бар, бірақ та сен өмірде қолданып, табысқа шыға алатын, сен белгілі бір деңгейге жететін білім ала алмайсың деп ойлаймын. Потому что білімді дополнительно іздеген адамдар олар ғана алады. И жалпы мен универді қандай адамдарға айтамын, егер де сен болашақта там дәрігер боламын десең, немесе мұғалім боламын десең, ол саған точно керек. Оны оқу керек, білім алу керек, и өз салаңды ғана білсең жеткілікті. Ал егер де сен кәсіпкер боламын десең, немесе басқа да профессия кетемін десең, ол кезде сен дополнительно басқа білім алу керексің. И мен универде алған ең басты инсайттардың бірі ол «Самурай без меча» деген кітап бар. Сол кітаптағы инсайтқа ұқсайды. Что былай айтады, сен бай болғың келсе, сен әртүрлі кассадағы адамдармен сөйлесіп үйрен дейді. Типа сен мысалы бай болғанда қазір андай бар ғой ойша, мен тек байлармен араласу керекпін, мен ортам ақша табу керек, бәрі осындай мен сияқты бизнесмен болу керек деген. И сол кезде мен сол кітапты оқығанда мынандай зат түсіндім де, сен кез келген кастамен жұмыс жасай білсең, сөйлесе алсаң, коммуникация құрсаң, сол кезде ғана бай боласың. Потому что сен мысалы өзі былай айтады да, император болады, императорды белгілі бір в общем, ағаш жару керек па, бір нәрсе болады. И онда ол қасындағы императорлардан айта алмайды, ағаш жарыңдар деп. И ол кәдімгі қарапайым халықпен де жақсы байланыста болады. Мысалы, мен қалай жасадым, ол кезде өзім кәсіп ашып жүрген менде қасымда өзімнің группаластарым болды. Олардың бәрі математикадан бүкіл Қазақстаннан жиналған ең мықты андай нелер болды. Сливка дейді ғой, бүкіл Қазақстан мықтылары. И солардың бәрін мен командаға алдым өзіме. И солмен бірге команда құрып, өзімнің оқу орталығымды ашқан болатынмын. И универдің беретін құндылығы ол ең бірінші нәңдей төзімділік. Өте қатты төзу керек. Екіншіден менің ойымша коммуникация. Осы екі зат адамда қалыптасса, ол кез келген жағдайда успешный болып шығады. Сол универден кейін ерте үйлендік, иә? Иә, универдің 3-ші курсын аяқтап жатқан кезде үйлендім. Үйленген қалай екен, өмірде не өзгерді? Үйленген деген енді. Үйлену жайлы өте көп зат айтса болады. Мысалы, жалпы үйлену кез келген баланы есейтеді деп ойлаймын. Егер де мысалы 18 жас, 19 жас, 20 жас болсын, хотя бы өзіңді өзің асырай алсаң, сен үйлену керексің. Өйткені үйлену арқылы сенің жауапкершілігің артады, ризығың артады, жалпы өміріңе береке кіреді. И сен шынымен де өсесің, өйткені жаңа деңгей. Неге? Өйткені сенде уже екі адамға жұмыс жасау керек болады. Көбірек жауапкершілік аласың, арман мақсаттарын қоя бастайсың, ең қызық ақшаң жинала бастайды. Ақшаң жан-жаққа кетпейді, өйткені уже семья бар, финансы бар, бәрін санап, в общем, өсесің. Одан кейін жалпы осы айналып жатқан саламызға келдік, иә?
неге бұл саланы таңдадыңыз, неге продюсерсіз, неге запускармен айналысып жатырмыз? Жалпы мен бұл салаға келген кезде ең бірінші осы білім саласы бар ғой. Мен 4 жыл бұрын бастағанда өзім математиканың мұғалімі болдым. Ол кезде менде мынандай ой болады ғой, неге білім саласы? Өйткені білім саласы деген ол бесконечный сала. Бесконечный сала деген сен мысалы біліміңді саттың, біліміңді сатып арқылы ақша таптың, бірақ та сен білімің өзіңде қалды да. И бұл товар емес, сен постоянно ала беретін. Яғни сен бесконечно сатып арқылы бесконечно ақша табуға болатын сала. Біріншіден. Екіншіден, неге білім саласы? Себебі бұл салада береке өте көп. Мысалы, айтады ғой, жалпы адамдардың ішінде ең жақсысы өзіңнің білетін іліміңді басқа біреуге үйреткенің деп айтады да. И одан бөлек мен сол саланы қатты қолдаймын да. Одан бөлек мынандай, мысалы мен егер де біреуге табыс табуды үйретсем, немесе біреуге жақсы оқу орнына түсуді үйретсем де, ол в любом случае ол маған сауап болып жазылады. И сол себепті мен табыс та табамын, сауап та аламын. И осы себептен өзім осылай білім саласына кірген болатынмын. Яғни өзім мұғалім болдым, оқу орталығын аштым, одан кейін өзім запустарым жасадым, продюсер де болып көрдім. И жалпы қазіргі уақытта өзім үлкен осы білім саласында экосистема құрғым келеді. Экосистема деген мысалы школа, балабақша, частный мектеп жаңағындай, и университет ашу, и онлайн платформа ашу. И менің мақсатым осылай бала кішкентай кезден бастап өмірінің соңына дейін білім алып жаңа деңгейге өсіп отыру. И мен жалпы осы арманым осы. Не үшін мен бұл салаға келдім? Себебі осындай үлкен экосистема жасағым келеді. Яғни баланы кішкентай кезінен үлкен деңгейге жетуіне дейін полностью сопровождение жасау и оған сәйкес білім беру. И сапалы ең бастысы. Енді қазіргі кезде нәтижелер өте көп сізде, байқап жатсақ. Сөйтіп соған айтқым келеді, сіз осы нәтижелеріңізбен адамдармен бөлісіп жатсыз, ментор болып көмек бересіз. Өзіңіз қандай курстар оқыдыңыз, наставниктарыңыз бар ма екен, және бар болса кімдер енді? Менің өмірімде наставник ең көп деп айта аламын, потому что мен почти Қазақстандағы ең мықты адамдардың барлығын оқып шықтым. Сол менде ең бірінші наставник ретінде мен мысалы Арман Юсупов пен Мағжан Тілеухановты санаймын. Өйткені бұл кісілер мен алғаш рет жалпы маркетингтің не екенін үйреткен адамдар, и жалпы ақшаның қалай табылатынын үйреткен адамдар болып табылады. Одан кейін Марғұлан Сейсенбай, Ларион Лян, Сабина Бейс деген сияқты әртүрлі осы маркетинг саласында орысша нарықтағы адамдар. И одан бөлек Россияда продюсерлерден оқығам, Тимочка, Митрошина, соның барлығынан білім алып шықтым. И осы соңғы алған білімдерім ішінде Нұрсмак бар, и Мағжан Тілеуханов. То есть қайтадан сол кісіден қайта оқыдым, жеке наставничество. И суммарно айтқанда осы 4 жылдың ішінде мен 17 миллион теңге қойыппын, полный санадым. Сөйтсем 17 миллион теңге шығыпты. Құдайға шүкір, самое главное білімге құйған ақша ол всегда ақталады. Менің қолдайтыным всегда осы да. Қандай жағдай болмасын, білімге ақша құю. Енді мынандай ой бар ма, жалпы біз көп білім үйрендік, бұдан кейін стоп, мен бәрінен оқып шықтым, алатын білім көп, енді тек бөлсем, бұдан кейін мен курстар сата алмаймын деген. Ондай мүлдем жоқ. Потому что мен осы аяқтаған кезде бірден келесі күні ойладым да, енді мен кімнен оқимын деп. Қазақстандағы ең мықтылардың бәрінен оқыдым. Енді скорее всего маған тек қана СНГ-да номер 1-ден оқу керек деген сияқты ой маған бірден келді. Потому что мысалы көп адам қателік сондай ғой. Мысалы кішкене білім алып, кішкене нәтиже жасағаннан кейін болды деп ойлайды да. Болды, мен жетіп алдым деп. Хотя мен всегда қолдайтыным осы білімді адам, ол в любом случае басқалардан қарағанда артық болады. И өте күшті цитата бар, жаңағындай мен постоянно айтамын, білімді адам ол білімсіз адаммен тең емес. Это бұл Құранда айтылған дүниеде. Ол неге олайынан? Мысалы, егер де екі адам болуы мүмкін де, бай мен кедей, арық пен семіз, немесе күшті мен әлсіз дегендей. Бірақ та Құранда именно ол нәрсе айтылмаған. Себебі бай мен кедей тең емес, арық пен семіз тең емес, немесе әлсіз бен күшті тең емес деп. Именно білімді мен білімсіз тең емес. Потому что білімді адам ол всегда басқа адамның қасында жоғары деңгейде болады. И ол бірден андай ұзақ уақытта ол бірден сезіледі. Сол себепті мен осы бірінші өмірдегі ұстанатын құндылықтың бірі ол білім алу, сапалы білім алу. И осы білім арқылы адамдарға пайдамыз тигізу. Мен де өз шәкірттеріме айтамын, менен курс алыңдар ма, 3 айдан кейін басқа бірден курс алыңдар, басқа бірден білім алыңдар. Менен шектеліп қоймасын, және адамдар ойлайды, бір рет курс алдым ба, бот мәңгілік сақталады, басқа ешқандай курс керек емес деп. Білімге ашық болу керек, иә? Тем более біздің саламызда андай ғой, енді сіз де білесіз ғой, осы салада жұмыс жасағаннан кейін біздің сала ол адамдармен жұмыс. Жалпы бір сөзбен айтқанда медиа саласында постоянно тренд ауысады. Егер де біз возможно стекло шығарсақ, возможно там ағаш өндірсек, ол кезде бізде уже белгілі бір сұмдық бір инновация енгізе алмаймыз да, постоянно ауысатындай, постоянно білім алатындай. Но бірақ та именно медиа саласы болғанда, медиа саласында кез келген адам ол постоянно білім алу керек, себебі бұл жақта күнделікті тренд ауысады. И сол себепті именно осы медиа саласында өте важно, что постоянно білім алып трендта болу. Трендта болмайсың ба, қалып кетесің.
и ақша таппайсың. Трендтер ай сайын ауысады. Трендтер ай сайын даже күн сайын ауысады. Күн сайын инфоповод шығады, күн сайын жаңалық шығады, күн сайын белгілі бір зат өзгереді, күн сайын мысалы инстаграмда, фейсбукта, тиктокта жаңа фишка шығады. И каждый фишка ол адамның мысалы покупательская не дейді ғой, покупательский опытқа, покупательский неге потенциалға оның бәрі влиять етеді. Сен соны егерде өзің алып қолдана алмасаң қиналасың. Енді осы уақытқа дейін бүкіл нәтижелеріңізбен бөліссеңіз, енді кеше көлікті болдыңыз, иә, құтты болсын, құттықтаймыз. Және осы жерде бір ескерте кететін нәрсе бар, кейбір жұрттар ойлап қалуы мүмкін, енді бұл мақтану шығар деп, бұл екеуі бірігіп алып қазір енді көп табыс тауып жатқаннан кейін, бай болғаннан кейін өздерінің дүниесімен, байлығымен мақтанып жатыр деп. Бірақ мен айтқым келеді, екінші көзқарас бар, бұл қайта мотивация ретінде қарастыруға болады. Конкурент деген сенің досың, конкурент деген жауың емес. Ол саған мүмкін екенін көрсетіп жатыр. Сенен оза алатынын көрсетіп жатыр. Демек, оның қолынан келді ме, сіздің де қолыңыздан келеді. Тура солай, мінекей қазіргі жастардың барлығына осындай мотивация бергім келеді. Мен жасым 27-де болса да, сіздің жасыңыз 22-де болса да, мен мінекей кәдімгі өте қатты шабыттанып отырмын да. Мен оны мысалы Елжанды конкурент көрмеймін. Ол жетіп қойыпты, мен әлі жете алмадым деген менде ой мүлдем жоқ. Ол жете алды ма, демек мен де оны істей аламын, мен де қолымнан келеді деген тұрғыда осындай бір кішігірім сіздерге бір шабыт бергіміз келіп отыр. Енді осы уақытқа дейін жалпы осы запуск саласы қандай нәтижелер сізге берді? Не сол арқылы өміріңіз қалай өзгерді? Соны айта кетсеңіз. Жалпы мен запуск дегенде осыған дейін білім саласына, кәсіп саласына келгеннен бері, мен жалпы айтатын ол уровень комфорта. Потому что мысалы бизнес ЖК болсын, саяхат болсын, ата-анаңа болсын, хотелкасын алып беру, сыйлықтар беру, то есть финансовый ештеңемен өзіңді ограничивать етпеу. Біріншіден осы нәрсе деп ойлаймын. Ал екіншіден қаншама адамның алғысы. Өйткені қаншама адамдар білім алады, оқиды, табыс табады, и сол адамдардың алғысы арқылы сен одан да шабыттанасың. Ал мен материальный нәтижені мен өзімнің ойым мынандай да, мысалы жалпы инфобизнесте білім саласында жүрген адамдар болады ғой. Көбісі артефакт деген айтады, мысалы соны айтады, сол жетістік деп ше. Мен жетістік ретінде мысалы көлік алғанды и тогда қатты санамаймын, потому что типа любой адам оны алады. Негізі айтқанда кредитқа болсын, неге болсын ше. Бірақ та мен кез келген этичный, кез келген сапалы эксперттің ең басты артефактісі ол кейстердің көптігі. Мысалы мен жалпы осы өз жолымда 200 адам бар ма, 200 оқушының любойына барып адам сұрай алады да, вот типа қалайын Елжан деп. И мен любойын айта аламын да, что ол маған разы екенін айтады. Потому что мен ең басты артефактым ол оқушылардың сапалы, оларды жеткізгенім, оларды нәтижеге жібергенім, и олардың өмірін шынымен өзгерткенім, и осы нәрсе мен артефакт ретінде санаймын. Ал енді алған көлігім ол 25 миллионға алдым, бір запустан алдым. Оған дейін менде Lexus деген көлік болған. Жақсы капитал жинап келе жатқан кезде қарызға кіріп шықтым, потом қайта көлік алдым деген сияқты сондай ситуация болды. Но қазіргі уақытта мен қайтадан осы капитал жинауға жұмыс жасаудамын. Именно социальный капиталда, материальный капиталда, соның барлығын жинап жаңа деңгейге шығуға ұмтылдым өзім. Запусктағы ең үлкен рекорд қандай болды? Қанша оборот жасадыңыз? Ең соңғы запускым осы 35 миллион теңге. 35 миллионға запуск жасадым. Осы август айында, еще не сезонда, мен өзім сосын барып қарасам, қатты таңғалдым. Еще август айында бәрі демалып, там не істеп жүрген кезде, еще рассрочка істемейді дегендей қиын жағдай болып кетеді өзі жазда. И сол кезде 35 миллион теңге жасадық. Командамен жұмыс жасадық. Бізде полноценный кәдімгідей өте разымын, өйткені оның алдында 25 миллион жасағам, одан кейін 35 миллион жасадым. И дальше да өсу планы бар. И сол ең үлкен өзімнің запускым ол без продюсера, ешкімге доля бермеймін, ешқандай таргетсіз, вебинарсыз, ол өзімнің контент маркетинг арқылы жиналған үлкен чекқа сату арқылы жасалған запуск. Енді сізге келесі сұрақ, қазір қарап жатырмын. Мен алдында өзім 30 мың оқырман кезінде тіркелдім сізге. Сөйтіп 31, 32, 33, кеше қарадым 40, бүгін қарадым 42 мың болып кетті оқырман. Қалай өсіп жатыр? Көп оқырман жинаудың құпиясы неде? Бізде мысалы көп оқырман жинаудың құпиясы өте, енді қалай түсіндірсе болады. Мысалы, оқырман жинайтын және жинамайтын адамның бірақ айырмашылығы бар. Қандай деп ойлайсыз? Біреу контент жасайды, біреу жасамайды. Мысалы, менде қарасаңыз, күніне минимум 2 рилс шығады. Минимум. Бірақ та ары кетсе, 3-4 саламыз, даже 5 салатын күндер болады. И менің просто қазіргі қалай жинап жатқаным, менде команда бар. Кәдімгі контент жасайтын, YouTube-қа отдельно, рилсқа отдельно, копирайтер барлығы дайын. И менде бүкіл команда кәдімгідей KPI система отырған. KPI система деген мен көбірек подписчик жинаған сайын, олардың ЗП-сы көбірек болады. И мен қазіргі уақытта мысалы сізбен подкаст отырсам да, командама айтып қойдым, вот бүгін осы-осын салыңдар, и осы бойынша давайте дальше өсе берейік. И мен даже оларға салыңдар деп айтпаймын, не салынып жатыр мен вообще білмеймін. Өзі де сала береді, тоқтамай. Мен тек қана кейбір кезде ғана өз идеям қосып отырамын. И жалпы оқырман жинаудағы ең басты зат ол тұрақтылық. Мысалы, оқырман жинау бойынша мынандай күшті инсайт бар да. Оқырман жинау жалпы рилс салу, контент жасау деген ол от жағу деген сияқты дейді.
от жаққан кезде сен бірінші қағазды аласың, кішкентай бұтақ аласың, потом сіріңкемен бүйтіп жағасың, ол ақырындап жанады. И сен оған үлкенірек бұтақ тастайсың, бөрене тастайсың, одан үлкен дуб тастайсың деген сияқты. Бір сөзбен айтқанда сен постепенно көтересің. И сол себепті мен айтқым келетін оқырман жинауда бірақ андай тұрақтылық болу керек те. Бірақ ақырындап көтересің. Күніне біреу саласың, потом екеу саласың, потом үшеу саласың. Самый главное тоқтамау керек. Өйткені сен тоқтасаң, от өшеді, сенде аудитория жиналмайды. И мен басты ұстанатын принципім осы, там біреуден күшті бір уникальный контент жасамасам да, мен тоқтамай просто өзімнің ең басты қабілетім, ең басты құндылықтардың бірі, яғни дисциплинаны осы салада да қолданайын деген өзімнің басында принципім бар. Мен тек қана сол арқылы қазір күнделікті жинап жатырмын. Командада қазір кім бар? Видео продакшнда қанша адам? Жалпы менде командада 6 адам бар. Ол мен жеке ассистентім, менің маркетологым, менің контент-мейкерім, менің копирайтерім, менің отдел продажым и YouTube продакшным. YouTube продакшн өзі отдельно уже 3 адам бар. Оны қызығып отқан себебім, Reelstar кәдімгідей күнде сағат сайын шығып жатыр ғой. Қашан обновить етем, мына Елжан шығады, обновить етем, тағы шығады. Қанша уақыт бөліп жатыр деймін да? Қанша уақыт бөліп жатыр осы нәрсеге? Мен 2 аптада бір рет съемка жасаймын. 2 аптада бір рет барам. И съемка жасағанда, мысалы, осындай подкаст, Reels болсын, так далее болсын, оны бір түсіргенде мен 60, 70, 80 идея жасап тастаймыз. Потому что мен уже үйреніп алдым бұл форматқа. И біз уже контент-мейкермен де өте андай тоже опыт жинап алдық. И тез түсіреміз. Көп контент жасаймыз, и көп контентті жаңағындай уже наперед сала береміз. Яғни уақыт қатты көп кетпейді оған. Күніне қанша уақыт кетеді? Мысалы, 2 аптада бір көрсесіздер, және сол бір күні қанша сағат жұмыс болады? Бір 3-4 сағат шығады. Ары кетсе 4 сағат. Бірақ тоқтаусыз, иә? Идеялар көп, бірден кейін бірі. Заранее барлығын копирайтерім дайындап береді. Өйткені ол кісі маған басында распаковка жасаған, идеяның бәрін шығарған, мен айтамын, осы идеяны айтайық, мынаны айтпай қояйық. И плюс мен өз идеямды қосамын, жаңағыдай контент-мейкердің өз идеясын қосады, командам қосады, и бүкіл список бойынша мен сөйлеп бердім. Менің қазіргі жұмысым, 2 жұмысым бар. Даже үшеу дейінші. Біріншісі ол контентқа түсу, постоянно контентқа түсемін, YouTube-қа болсын, осы Reels-қа болсын, екіншісі адамдармен сөйлесу, сатылым жасау, и үшіншісі ол менде жаңағыдай сабақ өткізу. Осы мен негізгі 3 жұмысым, қалған бүкіл операционканы мен командаға тапсырғам. Вообще басым қатырмай, просто ассистентім айтамын, осы задачаны істеу керек. И сол кезде прям бір сөзбен айтқанда кез келген экспертқа пайдалы болсын. Эксперт өсем десе, ол күнделікті өзі шаршайтын жұмыстарды жасамау керек. Өзі шаршайтын операционный жұмыстарды жасау арқылы эксперт никогда өспейді. То есть олардың мен қалай 10-15 миллион, қалай 35 миллион, қалай 20 миллион табам деген идея оған келмейді, себебі ол идеяның орнын бүгін мен Reels'қа не саламын деген сұрақ жауап тұрады. Өйткені адам бір уақытта тек қана бір нәрсені ойлай алады. Ал егер адам сол сұрақты басқа адамға тапсырса, оның басына идея келеді, мен қалай өссем болады, қалай табысымды 2 есе немесе 3 есе жасаймын деп. И мен кез келген экспертқа айтатыным, то есть личный бренд бұл бизнес. Сен командадан ақшаны даяма, ай сайын ақша төле. Самый главный, сен бұған кәсіп ретінде қарап, сол кезде ғана өсе аласың деп өзім сондай кеңес беремін. Кез келген адамға өз шәкірттеріме де всегда солай айтамын. Сен егер бұрын жай ғана ақша таптым, кеттім деп ойлап жүрсең, көп ақша таппайсың, алысқа бармайсың деп айтамын. Оларда Инстаграмға доступ бар, өздері ашып сала береді, иә? Полный доступ, директқа мен өзім жауап бермеймін, комментқа өзім жауап бермеймін, Reels'ті өзім салмаймын, описание өзім жазбаймын, то есть полностью өздері жасайды. Тура Марғұлан Сейсенбайда сияқты, иә? Сторисқа байлан жазған кезде өзім оформление жасаған өзіме ұнайды, андай лайв сторис салғанда өзім саламын. Осындай негізі. Онда түсінікті. Енді Reels тақырыбы өте қатты қызық болып отыр. Бұл сұрақты қайта қойып жатырмын, себебі түсініп тұрмын, бұл деген тегін инструмент, адам алады да пайдаланады да, видео атып кетсе 1 секундта миллионер болып кетуі мүмкін. Менің бір видеом солай топқа кіріп кетті, 3 миллион ба, 3,5 миллион ба қазір бар. Соның өзінде бұл видео маған 30 миллион теңге алып келді. Бір видео атып кетті, соншама ақша алып келді. Мен инструменттерін білудің арқасында. Одан кейін ойлап қоямын, қазір бір видео салам, ол тағы атып кетсе, тағы 30 миллион ғой деп. И сіздерді көріп жатырмын да, күнде сағат сайын Reels'тар шығып жатыр. Әйтпесе бұрын Instagram ашқанда айтатын едік, аптасына 2 рет пост салып қой, жетеді деп. Сосын күн сайын пост салу деген әңгіме шықты. Қазір сіздерді көріп жатырмын, күніне минимум бір 5 Reels точно көремін мен. Уже қайсын қай жақта көргенім шатасып кетемін, уже сақтап былай лайк басып та үлгермей жатамын. Reels мықты инструмент, тегін беріп тұрған, міне Құдайдың тегін беріп тұрған инструменті, аласыз, саласыз, қолданасыз, атып кетеді. Иә, өйткені андай ғой. Жалпы Reels қалай түсіндірсе болады. Таргет, мысалы таргет деген бұрынғы кезде өте күшті жұмыс жасады. Өйткені неге? Кез келген салада конкурент аз болды. И сен таргет жердің адамның болын көресің, болын шешіп берсең, любой адам сенен сатып алуға дайын еді. Бірақ та қазір адамдар өте ақылды. Өйткені адамдар уже Instagram арқылы сатып алуды түсінеді. Instagram арқылы ненің не екенін түсінеді, кім сапалы, кім сапасыз екенін түсінеді. И адамдар таргеттен кейін келіп сен контентіне қарайды, нормально ма, нормально емес па деп.
нормально болса ғана сатып алады. И сол себепті мен қазір қолдайтын, егер де Reels тегін инструмент болса, оны тек қана жасап, стабильно жасап арқылы любой адам подписчик жинай алады. Вот любой адам, мысалы менде қызықты кейстер бар. Менде медик студент оқыған. Медик студент, былай қарасаңыз, типа түсініксіз ниша да. Бірақ та ол тек қана медицина бойынша контент жасады. Контент жасап арқылы, мысалы өзіне 18 мыңнан 40 мың оқырман жинады. Енді оның курсының бағасы 20 мың теңге болғандықтан ол 300 миллион теңге тапты. 3 миллион теңге тек қана контент арқылы, осы арқылы. Одан кейін мысалы тоже қызық кейс бар, отношения деген. Менде бір жігіт оқиды, Еркебұлан деген. И ол жігіт қызбен қалай танысу деген теманы айтады. И былай қарасаңыз тоже қызық тема да, необычный. Бірақ оның өзімен де күшті аудитория жинап алды да. Ол маған 0 подписчикпен келген, қазір уже 2500 подписчигі бар. И сондай Reels деген тегін, тек қана стабильно системно жасаған адам, любой адам подписчик жинай алады. Любой салада, неважно что, самый главный стабильностьпен и дұрыс инструменттерді дұрыс қолдана білу. Енді қазір бізді көріп отқан қаншама эксперт-продюсерлер бар деп ойлаймын. Солардың көкейтесті сұрағы, енді көбісі әсіресе енді бастап жатқан кісілер болады ғой. Көп табыс тауып жатқан кісілер емес. Мүмкін олар 50 миллионнан 100 миллионға жетпесе де, әлі енді бастап жатқан кісілер бар. Соларға не ұсыналамыз? Жалпы адам келді, курсын сатқысы келеді, алғашқы 500 мың мүмкін миллионға шыққысы келеді. Сіздің осы уақытқа дейін өткен сол жолыңыз қалай өтті миллионға дейін, және оларға не ұсыналамыз? Жалпы алғашқы миллион теңге табу үшін мен бұл жолды почти 2 жыл бұрын өзім блогымда мен алғашқы миллионды 2 жыл бұрын тапқам. Алғашқы миллионда менде продуктым болды, Mastermind деген 150 мың теңге тұрады. И 150 мың теңгелік продуктта мен 10 адамға продажа жасаған болатын. Мен жалпы айтқым келетін, алғашқы миллион теңге тапқысы келетін адамға ең басты кейсқа жұмыс жасау. Там арзан чек болса да, желательно менің қолдайтын офлайн. Ол сізді білмеймін, сіз онлайнды қолдайсыз ғой, бірақ мен офлайн қолдаймын. Неге? Өйткені сен пока личный брендing жоқ па? Сен халыққа шығып, өзіңнің мықты екенін көрсетіп, жалпы офлайн контент жасап, адамдарға өзіңнің мықты екенін дәлелдеу керексің. И дәлелдеп болғаннан кейін, кейстерін көп шыққаннан кейін, бұл атың сен үшін өзі жұмыс жасайды. И сол себепті мен алғашқы миллион табатын кезде айтатыным, желательно офлайн жасап, өзіңді көрсетіп, самый главный сен там арзан чекқа сатсаң да, көп ақша таппасаң да, самый главный күшті кейс шығару. Кейс шықса, болды уже сенің болашағыңа уже алатын пенсияңды дайындап қоясың. Өйткені каждый кейс саған потенциально там 5-10 клиент алып келеді. И сонымен ақ сен өмір бақи ақша таба бересің. Енді жақсы, миллион ол кісі жасады делік, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллионға қалай шығамыз? Айырмашылығы неде? Бұл кезде уже мысалы мынандай нәрсе бар да, пирамида дилса деп айтылады. Пирамида дилса бойынша ол не обязательно инфобиз, ол любой салада. Кез келген услуга болсын, товар болсын, обучение болсын сататын кезде бізде мынандай уровень болады. Мысалы алғашқы 300 мың теңгені уровені, ол бізде қалай айтса болады, самый обычный уровень, то есть базовый уровень. Базовый уровеньде 300 мың теңге табу үшін сен особо бір нәрсе білу керек емессің. Сен бар официант болсаң да, курьер болсаң да 300 мың теңге табасың, спокойно. То есть саған особо бір сұмдық білім керек емес. И екінші уровень басталады, ол 2 миллион деген. То есть 300 мыңнан 2 миллионның уровені ол инструмент. То есть сен уже аяқта ештеңе білмеу керек болсаң, аяққа саған нақты инструменттер керек. Оның ішінде ең басты керегі ол бізде финансы, екінші сату, үшіншісі маркетинг. Осы 3 инструментті қолдана алған адам ол спокойно 2 миллионға шыға алады. Вот любой адам, просто көп адамның проблемасы либо сата алмайды, либо маркетинг білмейді. Яғни примерно білем ғой, тип қашып жүреді, сол себепті 2 миллионға таза пайдаға шыға алмайды. Потом 2 миллионнан 5 миллион емес, 2 миллион 10 миллион деген уровень бар. 2 миллионнан 10 миллион деген уровень ол тек қана таза мышлениенің уровені. Мысалы ол кезде андай команда деген инструмент қосылады, жалпы шешім қабылдау деген инструмент қосылады. И бұл кезде уже сен тек қана басыңмен жұмыс істейсің. Егер де мына эксперттер болса, 2 миллионнан дальше 10 миллион, 5 миллион шықпай жүрсе, бұл адамдарға тек қана мышлениесімен жұмыс істеу керек. Мышление деген ол мимен жұмыс. Яғни миыңдағы дұрыс шешімдерді қабылдау, дұрыс ойлану и жалпы кез келген ситуацияда бір сөзбен айтқанда адекватны ойлау ғой. И осы арқылы адамдар 10 миллионға шығады. 10 миллионнан кейінгі уровень бар, 50 миллионға дейін. Ол чисто психология деген уровень. Мысалы бұл кезде 10 миллионға шыққан кезде менде мынандай болды да, мен алғашқы 10 миллион таптым, уже 3 ай 4 ай тауып жатырмын стабильно. И бір кезде мен 10 миллионда тұрдым. Типа дальше өсе алмаймын. И сол кезде мен кәдімгідей бір коучқа бардым, сұрадым, типа не істеу керек дальше деп. Өйткені ол кісі өзі айтады да, мен 25-30 миллион табамын дейді. Мен айтамын, қалай деймін ғой, не істеу керек ол үшін деп. И ол түсіндіреді, мысалы сені 10 миллионға шығуға көмектескен мышлениең енді мешать етеді. Типа неге деп сұраймын ғой, өйткені сенің мышлениең ол нәрсе, мысалы кезінде, мысалы пример айтайын да, признание деген нәрсе ғой. Саған признание 10 миллионға шығуға көмектеседі. Мысалы, өйткені сен бірінші болғың келеді, бәрін айырып тастағың келеді, конкуренция деген сияқты. Но бірақ та 10 миллионнан дальше бару үшін саған признание мешать етеді.
Неге? Өйткені сен адамдармен танысу керексің, жақсы ортада болу керексің, өзің барып приложение жасай алу керексің. И бір сөзбен айтқанда осы кезде сен признание деген эгоңды түсіріп тастайсың да, сол мышлениемен жұмыс жасау арқылы, жалпы мынандай душаңмен жұмыс істеу арқылы уже 50 миллион ашасың. И маған түсіндіріп берген кезде мысалы Қазақстанда біз танитын Ұлықбек, мысалы біз легендалар, Юсупов болсын, Тілеуханов болсын, Мағжан болсын, олардың барлығы айына 50 миллионға дейін табады екен. Яғни 100 мың доллар, примерно айтқанда. И неге дегенде ол сұрақ қойды, как думаешь, почему они не зарабатывают больше вот 50 миллионов? Мен типа ойладым, түсінбедім. Сөйтсем, оказывается, уровень Месси деген бар екен. И Қазақстанда кім табады, мысалы 50 миллионнан көп? Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Матқан Сисенбаев, тағы да басқа кәсіпкерлер көп қой. Неге? Өйткені миссия бар. И адамдарда получается жаңағындай инструмент, мышление, психология, миссия деген пирамидада делиться болады. И осы пирамидамен жүрген адам ол кез келген деңгейде өсе алады. Мен сөзім солай ойлаймын, ол реально научно доказанный нәрсе. И одан бөлек мен қаншама өмірімде пример көрдім, что осы пирамида бойынша адамдардың өсуін. И жалпы осы 2-3 миллион теңге тауып жүрген адамға мен айтатыным, тек қана баспен жұмыс жасау, көбірек ақшаға позволять ету. Енді орысша өте көп нәрсе негізі мышление десем, но бірақ та ең бастысы ол баспен жұмыс жасау. Дұрыс мақсат қою, дұрыс баспен жұмыс жасау, шешімдерді қабылдай білу. Ең басты адамға табыс өсіретін 2-3 миллион теңге тауып жүрген ол уже командамен жұмыс жасап бастау. Осы жерде адам командасы болмаса, енді бастап жатса, қай потолокқа дейін жете алады сіздің ойыңызша? Қанша ақша таба алады? Командасы болып, иә, өзі жалғыз. Өзі жалғыз. Менің ойымша адам өзі жалғыз любой сумманы таба алады. Но с какой ценой деген. Типа, мысалы, одноразово можно любую сумму заработать деп ойлаймын. Мысалы, сен бір жолға, допустим, барып 10 миллион табамын десең де 10 миллион теңге тауып тастайсың. Неге? Өйткені өзің пахать етіп жұмыс істейсің, бірақ та сол 10 миллионнан кейін, в общем, 5 ай жұмыс істей алмай ақша алмай қаласың ғой. Өйткені сені бағанағындай айлық прибыліңді 5-ке бөлсе, сен 2 миллион шығады айына. И ол жақтандай көп адам тоже солай ойлайды да, обмануть систему деп. Систему уже нереально обмануть. Егер де мысалы любой нарықтағы 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион табатын кәсіпкердің любойын қарасаңыз, оның ешқайсы жалғыз істемейді жұмысты. И кейбір нәрселерге по факту қарағанда дұрыс та, мысалы, егер де мысалы мен командасыз мынандай сумма табамын деп өзімді алдағанша, лучше алып үйреніп істеп көрейін дегендей. Ал жаңағындай қандай суммаға дейін табуға болады, любой сумма, но с какой ценой? Реально солай ғой, өйткені сен көп уақыт стабильно таба алатындай егер ұмтылсаң, осы жақсы. Бірақ та мен осы без команды хотя бы мысалы бір тал ассистентпен, мен мысалы ассистентпен и кондомейкердің болса, мен ойымша спокойно 5 миллион таба аласың. А уже дальше, знаете, 10 миллион, 15 миллион шығамын десем, өзде хотя бы маркетологың керек болады, а для продажи керек болады, и соған сәйкес команда жинап аласың. Негізі жаңа сұрақтар көп еді, 2 миллион, 5 миллион, 10 миллион, 20 миллион деп өсеміз деп бүкіл сұрақтарыма жауап айтсаңыз, сұрақ жоқ енді. Жақсы, түсінікті. Және екінші жол бар. Бұл бізде енді бастап жатқан адамға блогермен бірігіп, запуск жасау, бірден үлкен оборот, бірден миллиондарға шығып кетеді. Ондай кейс бар сізде, иә? Ондай кейс бар. Сол адамдарға не ұсынасыз? Мысалы, адам отырады, эксперт таппапты, бір блогер шыққысы келеді, қалай блогерге шығуға болады, және қалай бұл жұмыс жасалады? Бұл жақта қараңыз, жалпы мен бұл салада өзімді эксперт санамаймын. Именно бір блогермен жұмыс жасаумен. Неге? Өйткені мен жалпы кез келген экспертке, егер де білімі, тәжірибесі болса, мен тек қана ол адамның өзін дамытуын қолдаймын. Өйткені өзінің личный брендінде дамыса, бұл долгосрочно выгодно болады, потому что социальный капитал сіздің өзіңізге жиналады. Мен осы нәрсені қолдаймын. Жалпы жаңа айтып отырсыз ғой, бірден үлкен ақша, бірден көп сумма деген мен мүлдем тоже қолдамаймын, потому что өзім солай қадалғанмын. Бірден көп ақша табамын деп, мысалы мен өмірімде мынандай жағдай болды. Мен бір запуск жасаймын, 22 миллион теңге жасаймын бір запускта. И ол кезде как раз машина алып, кәдімгідей кайфовать етіп жүрген кезім уже ол кезде эго көтеріліп кеткен, баста корона, и уже ойлаймын ғой, келесі запускта 100 миллионға жауамын деп 5 есе жасай саламын. Өйткені менде бір блогер шықты, 700 мың аудиториясы бар, 150 мың адам сторисін қарайды, и мен ойлаймын ғой, что самый тупой нәрсе жасаса да, короче, 100 миллион шығады деп. Өйткені мен өзімде, мысалы, 10 мың подписчигім бар, ол кезде 2 мың адам мені қарайды, и 10 мың подписчиктің өзімен мен, мысалы, 22 миллион теңге тапқан ғой, ана кісінің аудиториясы менен 350 есе көп қой, в общем, өте көп. И мен де бірден сол запуск жасаған кезде мен бірден көп ақша тапқым келді, и ниет мүлдем дұрыс болмады. Просто, короче, ақша табайық, болды, короче, сөйте салайық деген сияқты ой келді. И сол запускта мен кәдімгідей қадалдым. Запуск дұрыс ойдағыдай болмады. И мен сол кезде 2 ай жұмыс жасамай, еще 6 миллион теңге қарызға кірдім сол запусктан кейін. И сол себептен кез келген адамға айтатыным, бірден өскен, это не круто. Типа вообще не очень шандай, қатты бір результат жасаған.
лучше сол результатты постоянно қайталап и ай сайын содан 20% өсіп отырсаң осы нәрсе лучше, потому что сен алысқа бара аласың да мен. Потому что кез келген мысалы сіз ойлайсыз қандай бүйтіп үлкен росттың артында не бар деп. Мысалы мен ондай адамдармен өте көп сөйлесемін де, мысалы Қазақстанда өте үлкен запуск жасап жатқан, жалпы Россияда үлкен запуск жасаған, жалпы Каспте болсын, любой үлкен сумманың артында сол суммаға сәйкес проблема жатады. И сен сол проблемаға дайынсың ба, дайын емессің ба деген сұрақ болып қалады ол жақта. И сол себептен кез келген бастап жатқан экспертқа ең басты айтатын бірақ кеңесім ол асықпау. Өйткені асықпау арқылы ғана тез баюға болады. Асықсаң ты бай болмайсың, асықсаң қарызға кіресің, көбінесе солайынан. Сол Марғұлан Симбайдың тоже күшті сөзі бар да, көп жасар асығады, асыққанның кесірінен қарызға кіреді дейді. Мысалы мен өзім басымнан сол өткеннен кейін нақты айта аламын да, что адамға вообще асығу керек емес, асықпау керек. Асықпаған кезде ғана реально адам бай болады. Ал неге қазіргі кезде енді көріп отырық Инстаграмда екінің бірі курс сатып жатыр? Оған ойыңыз қалай? Бәрі жан жақтан курс сатып жатыр енді. Жалпы менің ойым мындай, ол негізі екінің бірі емес. Өйткені Қазақстанда жалпы білімді, өзінің сенімді сата алатын бір белгілі бір действие жасайтын адам, ол менің ойымша бір Алматының өзінде бір 5 мың адам ғана шығады. 2 миллион населениенің ішінде. Бірақ жаңа 5 мың адам көп контент жасаған себепті каждыға көрінеді, что бәрі курс сататындай. Хотя олай емес. И екінші, мен жалпы курс сату бойынша не ойлаймын, мен тек қана қолдаймын. Егер де адам, сататын адам, ол сапалы және өз саласының эксперті болса. Мен ол кезде любой адам қолдаймын, потому что сен опыт жинадың ба, бір нәрсе білесің ба, білетін нәрсені басқа біреуге үйретеді. Бірақ егер де сен тек қана пока өзің өз салаңды табыс таппайсың, бірақ та бір нәрсе үйреніп алып, потом өтірік сатсаң, ол нәрсені қолдамаймын. Ол кезде уже кішкене инфо-цыганство болады. Кесе өзің нәтижеге жетпеу арқылы қалай басқа біреуді нәтижеге жеткізе аласың деген сұрақ болады. И сол себепті бұл жақта ең бастысы ол ниет. Адам ниет дұрыс болса, өзі сапалы, саналы, четкий эксперт болса, неге сатпасқа? Оған сату керек, потому что бұл оның жаңа деңгейге шығатын және адамдарға пайдалы болатын ең оңай жолы. Осы нәрсе негізі 100% қолдаймын. Себебі мен де айтамын, екінің бірі емес, қазіргі кезде сатып жатқан кісілер, іс-әрекет жасап жатқан кісілер өте аз. Біз соларға қараймыз да, мыналар көп екен ғой деп, солармен конкурент болып, біз қалып қойып жатамыз. Көбінесе ориентировка ана жоғарыдағы кісілер болады. Біз видео салсақ, ол видео онша емес, ананікі күштірек екен дейміз да, ол топтағы кісі. А топтағы кісілердің мықты мышлениясы, олар төмендегі адамдарға қарамайды. Олар просто өздерімен өздері жұмыс жасайды. Олар халыққа беріп жатыр да, олар қарамайды. Анау не дейді, мынау не дейді, қарамайды. Просто өздерімен өздері жұмыс жасайды және оларды болып кетеді. Міне осы нәрсені толыққанды қолдаймын енді. Мысалы, андай нәрседе тоже мен алдында қарадым да. Мысалы, сағат сатқан адам бай бола ма, немесе курс сатқан адам бай бола ма? Қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, курс сатқан адам. Курс сатқан. Ол мысалы сіз сол ойлайсыз, но бірақ если по факту сөз етсек, сағат сатқан адам бай болады. Неге? Өйткені сіз далаға шығасыз да, 100 адам бар ғой. Апатаж жасайсыз. Сіз өміріңізде бір рет болсын курс сатып алдыңыз ба деп. И 95% адам жоқ деп айтады. И 50% адам иә дейді. Но егер де сіз сағат жайлы айтатын болсаңыз, 50% иә дейді. И получается сағаттың рыногы, мысалы, курстың рыногына қарағанда бір 10 есе, даже 20 есе, 30 есе даже көп болуы мүмкін. И сол себепті жаңағындай негізі инфобизнестің рыногы Қазақстанда өте кішкентай. Біз просто өзіміз российский контентті көріп, соларға қарап таңғалып өскеннен кейін, мысалы, сізде дәл осы автоворонка курсын барып Россияда сатсаңыз, сіз как минимум дәл қазір жасап жүрген нәтижеңізден 10 есе көбірек табушы едіңіз. Потому что орыста не халық көп, екіншіден халық бұл нәрсені өте қатты түсінеді. Қазақстанда негізі қатты ондай емес деп ойлаймын. Бір шетінен ондай да ой келеді, неге бәріміз мына бір 20 миллион халыққа жармасып қалдық деп. Бүкіл эксперттер тек қазақша контент түсіреді. Әлем деген кең, Қазақстан деген бұл әлемнің 1% емес қой, 0,1% ба, сондай шығар қазақтар. Қалғандар әлем үлкен, әлем шексіз, кез келген мемлекетке барып, Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей барып емін-еркін саяхаттап, запуск жасай беруге болады. Мына бір 20 миллион адамға айналдырып бәріміз жауып тұрып курс сатып жатырық, бір шетінен сондай ой деген. Сол 20 миллион емес қой. Осы мысалы инфобизнесті қызығандай да, 18 жасқа дейін, 18 жастан былай қарай, 18 жасқа дейін қалайынан барлығы жаңағындай ұбт-ға дайындық, нишқа дайындық деген курс сатады. Ал 18 жастан былай қарай барлығы СММ, так далее. Сол кезде байқап қарасаңыз, 18-ден 25 жасқа дейінгі аудитория қатты сатып тастағаны көп нәрсені. Ал бұл 25-тен былай қарай аудитория өте көп. Мысалы, менде қызық айтайын. Менде 17 жастан 49 жасқа дейін оқиды. Типа әртүрлі адамдар ше. И мен байқағаным, уже үлкенірек аудитория қазір білімді көбірек алып жатыр. Өсіп жатыр да аудитория. И сол себепті андай инфобизнестің солғы жаңағындай ішінде 20 миллион аудиторияны примерно курс алатын Қазақстанда 500 мың аудитория бар. Негізі по факту айтқанда ше, ары кетсе миллион. Но бірақ та 500 мың деп ойлаймын.
и сол 500 мың аудиторияға уже бүкіл психологияны сатады, запуск сатады, Озон, Wildberries, товарка деген бәрін сатады. И адамдар жаңағыдай шынымен де қатты несе қалғанда өкініп қалған. Постоянно ала беріп, и сол себептен курс сатады десе уже бірден ойына келеді, мынау деген инфо-цыган, мынау жалдайды деген сияқты сондай ой келеді. Потому что кезінде көп алданған. Жаңағы енді мысал келтіріп жатсақ, курс адамдар көбірек сатып ала ма, сағат па деп. Ол рилсіңізді көрдім, сағат деп айтқаныңыз, иә. Мен енді курс деп әдейі айтып отырмын, мына ақылды әдемі момент болсын деп. Енді одан кейін мына келесі сұрақ болып тұр. Шетелге қашан шықтыңыз? Шетел қандай ой салды? Шетелге мен ең бірінші рет осы 2 жыл бұрын Дубайға бардым. Дубайға барған кезде енді ең бірінші саяхат болғандықтан бұл өте үлкен ой салды, потому что мен ойлайтынмын Қазақстан ғана деп. Былай негізі шетелге шыққан кезде сен түсінесің деп, что бүкіл әлемнің ішінде сен кішкентай аяқсың. Кішкентай бөлігің бар. И әлемде қаншама мықты адамдар бар, бірақ сен Қазақстанда жүрсің, өз қалаңда ғана кішігірім нәтиже жасап алып крутой болып жүрсің де. Хотя сен ты никчемный, сол салыстырмалы түрде. И сол себепті ол жақта менің бірінші келген ойым, және оказывается, типа дальше өсуге болады екен. Амбиция бесконечно бара берсе болады. Екінші келген ойым, типа вот әлемді шынымен де өте көп жерлер бар, көзбен көріп, сен аралау керексің, потому что сен әлем өзі саған бір сөзбен айтқанда бір ары кетсе бір 70-80 жылға берілді. И сен сол 70-80 жылдың ішінде бүкіл әлемді көріп, бүкіл әлемнің нығметтерін көріп, Алла тағалаға шүкір етіп өмір сүрсең, сол менің ойымша ең күшті деп ойлаймын. Жалпы саяхаттауды кез келген адамға кеңес беретін бұл саяхаттау. Мысалы алғашқы адам 1 миллион болсын, 500 мың болсын, 600 мың теңге табады ғой. И көп адам былай ойлайды, мен қазір ипотекаға үй алып тастайын деп ше, немесе там банкқа салып тастайын деп. Бірақ мен ол нәрсені қолдамаймын, потому что алғашқы хотя бы 500 мың, миллион теңге тапса, адам саяхаттау керек. Ең бірінші ақшасына любой ел, бірақ та андай кайфпен саяхаттау керек. Өзіне отказ бермей, чтобы человек понял, оказывается, бұл ақшаға осындай кайф алуға болады екен, и осы ақшаға әлемді көруге болады екен, и мен өзіме осыны позволять ете аламын дегенде деңгейге жетсе өте күшті деп ойлаймын. Ал Қазақстанда шынымен байқап қарасақ, көп адам саяхаттамайды, ақшасына үй алады, немесе үйіне ремонт жасайды. Көп адам проблемасы осында. Хотя әлемді көрген адамдар оның көзі ашылады да, мысалы сен реально әлемді саяхаттаған и саяхаттамаған адамның реально айырмашылығын бірден сөйлесіп арқылы біліп қоясың. Потому что андай күшті сөз бар ғой, ауылынан шықпағанның не деп айтады? Ох, йо, мына мысалға айтты. Ауылынан шықпағанның есі бір бәлесі, иә. Ауылынан шықпаған ой ауылында қалады деген емес. Сондай бір нәрсе бар ғой, бірақ та неге суть сода. Мен ойлаймын, типа кез келген адам обязательно саяхаттау керек. Обязательно саяхаттау керек, обязательно жақсы киіну керек, обязательно бәрін сезіну керек. А потом уже жаңағыдай 5 миллионға шыққаннан кейін уже ақшасын жаңағыдай инвестировать етіп, басқа да үй алып, машина алып, сондай деңгейге жетсе күшті деп ойлаймын. Үй мен машина алғашқы кезде ипотекаға кредитқа алынып қойса, байлап қояды. Оған қалай қарайсыз? Мен оны сен мүлдем қолдамаймын. Адам соған жұмыс жасап кетеді. Бүкіл ойы сол туралы болып кетеді. Ел көру, жер көру, көбірек табыс табу, қыдыру, демалу дегеннің бәрі қалады, иә? Мысалы, жалпы мен ол нәрсені мүлдем қолдамаймын. Себебі біріншіден үй мен машинадан кредит алу ол харам. Екіншіден ол жақта сені шынымен де қатты байлап қояды да, потому что қарызда болған любой адам түсінеді, оның ойының бәрі қарыз жабу деген ой болады да. Ол оймен адамға сапалы, саналы ой келмейді. Сапалы, саналы ойсыз, идеясыз адам целым өсе алмай қалады. И оның мысалы және мақсаты егер 300 мың теңге айына төлеу керек болса, 700 мың теңге табамын, нормально, зато стабильно деген сияқты ой келуі мүмкін де, и ол ой адамды кәдімгідей бір орынға байлап тастайды. И жалпы көлікпен үй алған өзінің де мысалы финансовый нелері бар, правиласы бар. Мысалы сен көлікті 2 айлық табысқа алу керексің. Үйді там 6 айлық табысқа ма, сондай бір нәрсе. Сен бір сөзбен ойлау керексің де, мысалы көлікті қалай 2 айда алуға болады. Мысалы сен егерде 15 миллионның Камрин алғың келсе, и сен жаңа 7,5 миллион теңге айына табу керексің. Мысалы да, қалай табасың оны? И ойланады да, мысалы мен қазір миллион теңге табып, 7,5 миллион теңге айына табу үшін не істеу керекпін деген. Бұл енді реально сапалы сұрақ та, өзіңе сұрақ қоясың да, 7,5 миллион теңге қалай табамын? Скорее всего, сен өз білімің ұйғасың, өзің қабілеттерің жаңадан аласың, мысалы команда басқалап үйренесің, финансы үйренесің, там белгілі бір жаңа окружение кіресің, осы арқылы сен табысыңды өсіресің. Бір сөзбен айтқанда өзің клиент санын көбейтесің, клиент санын көбейту арқылы, көбірек сату арқылы сен сол суммаға шыға аласың. И көбінесе андай ғой, осы сұрақты қою арқылы көп адам өте қатты өседі деп ойлаймын, просто көп адам өзіне сұрақ қоймайды, өзі жауап бермейді и өзінен қашады. Хотя адам деген кез келген сұрақтың жауабын өзінің ішінен табады, и ішінен тапқан сұрақтың жауабы ол өте сапалы болады. И оны просто жазса адам бірден өсіп кетеді. Солай деп ойлаймын. Жаңа енді шетел туралы айтып жатсыз, шетелге шыққаннан кейін мына жақ өзіміз бір нүкте болып қалған сияқтымыз, иә? Мен де адамдарға кеңес беремін, егер бір қиын сәт туындаса, өздеріне ғарыштан қараңдар.
ғарыштан өздеріңді көре аласыңдар ма? Космостан ешкім өзін көре алмайды. Нені көреді? Жерді көреді, 7 миллиард адамды елестете алады. Мен де тура солай ойлаймын. Менікі нақты мысал бар. Мысалы, подкастқа осы уақытқа дейін қаншама адамдар шақырдым да, мен үміт еткен адамдардың кейбірі айтады да, Санжар, сен кімсің? Мен саған не үшін келемін деген сияқты. Бірден маған айтады, мен сенімен әлі амандасқан жоқпын деген сияқты. Мен саған әлі ештеңеге рұқсат берген жоқпын деп, менімен өзінше болып жоғарыдан сөйлейді. И мен түсінемін, бір шетінен ол маған отказ берді, менің көңіл күйім түседі. Блин, ол келе алмайды екен, осындай жоғары деңгейлі кісі екен ғой деп. Екінші шетінен ойлаймын, жарайды, ол отказ берді ма? Әлемде қаншама адам бар? Қалған 7 миллиард адам бар. Бұл кісінің маған отмена бергені бұл дым емес, қаншама одан бөлек ол тұлғалар бар, соларды тағы шақыруға болады. Мысалы, міне сіз келіп отырсыз, және сізге сол үшін көп рахмет. Мінекей, осы үшін адамдарға айтамын, бұл мүлдем проблема емес, вообще ойланатын нәрсе емес. Ғарыштан сол проблеманы елестетіңіз, и ол еш нәрсе болмай кетеді, просто жоқ болып кетеді. Осы жерде міне келесі сұрақ келеді, ортаның маңызы бар ма, қалай ойлайсыз? Орта в любом случае маңызды. В любом случае маңызды, потому что мен өмірімде вообще өзгерткен ең бірінші болған бір ситуация бар. Мысалы, мен осы бірінші курс оқып жүрген кезде, бірінші курстың соңында мен ол кезде мұғаліммін, 200-300 мың теңге табамын, сабақ беремін. И сол кезде менде тауға поход болады. И сол тауға поход кезінде мен өзіммен жаста 18-19 жаста балаларды көремін. И сұраймын ғой, сендер немен айналысасыңдар, не істейсіңдер деп айтамын, мен сабақ беремін, анау мынау айтады. Бізде кәсіп қой, сол товар сатамыз, біреу айтады, мен там туристический компаниям бар, біреу айтады, мен сол айтишникпен сол айына 2 миллион теңге табамын дейді. Мен шок болады ғой, қалай ол деймін ғой, типа нереально ғой деп. И сол кезде мен өмірімде ең қатты андай бір таяқ жеген кезім ғой. Мен шок болдым да, өйткені мен никогда менің реальностымда былай болатын да, любой адам ол универ оқиды, 4 жыл оқиды, диплом алады, потом дипломмен жұмысқа сол 100 мың 200 мың теңге тұрады. И ана кезде дипломсыз мен еще сұрамын ғой, сен универ оқисыңдар ма деп қоямын ғой, өзімді ақтау үшінші. Айтады, я оқып жатырмын, там Казгуда оқимын, сен де Казгуда оқисың ба деп қойды, мен еще жаман тиеді ғой осы жүрегіме. И сосын сол уақыттан бастап мен өзіме цель қоямын да, мен болмайды мынау, оказывается болады екен ғой деген сияқты. И адам мысалы белгілі бір нәтижеге жету үшін андай 4 этап бар да. Біріншісі есту. Мысалы сен қазір естисің де, және де ана кісі 5 миллион теңге сенің нишаңды тауып жатыр. Сен естисің. Естігеннен кейін келесі этап ол бізде көру. Естігеннен кейін сен көресің көзбен ана адамды. Көріп жатқаннан кейін сен жаңағыдай уже сене бастайсың. И потом үшінші этап көруден кейін ол жаңағыдай анада в общем бірінші құлаққа кіреді. Құлаққа кіргеннен көзге кіреді, көзге кіргеннен миға кіреді. И миға кірген кезде ана нәрсе уже сен істеп көресің, істеген кезде осознание аласың. И именно мына көру деген, көзбен көру деген этапта ол нақты сен ортаң шешеді. Егер мысалы менің ортамда 22 жаста болсын, 21 жаста болсын, доллар миллионер жігіттер бар да. И мен үшін андай да, типа это нормально дегендей. Ал кейбір адамдар ойлауы мүмкін, там 22 жаста ондай ол нереально, мынандай сумма табу ол вообще болмайды деген сияқты ше. И сол себепті сенің мысалы қазіргі ортаң ол сен 5 жылдан кейін қандай болатыныңды точно шешеді. Прям 100% шешеді. Егер де сен ортаңда мысалы, типа найымдағандар болса, андай болса, андай болса, сен 5 жылдан кейін точно найымда боласың. Вот 100%. Потому что сен ортаң кәсіпкер болса, сен өзің вообще түкпен айналыспаған бір тупой адам болсаң да, сен ана ортаның арқасында по-любому көтеріліп кетесің. Мысалы мен пример ретінде өте күшті ұнаған примердің бірі бар да, мысалы Хабиб бар ғой, чемпион UFC. И Хабиб бір Дагестан ба? Иә. Дагестанның белгілі бір залында шыққан, кішкентай ауылдың бір залында шыққан. И приколы сол Хабиб шыққан залдан әлі 4-5 әлем чемпионы шыққан. И оларда мысалы ортаның құндылығын түсіндіргенде, олар былай ойлайды да, чемпиондар, мынау біздің залда жүрген Хабиб чемпион болды, біз кемпіз ба деген сияқты ойлайды ғой. И адам уже сене бастағаннан әрекетін жасайды, тренировкасын жасайды, и батып чемпион болады. Мысалы то же самое Евгений Черняк бар. Евгений Чернякта мысалы украинец қой ол кісі. И ол кісінің мысалы өзі бір неде оқыған, ұмытып тұрмын, бірақ оның группаластарының барлығы доллар миллиардер. Бүкілі. Неге? Өйткені мынау Черняк қой бізден шыққан. Біз де оны қайталай аламыз ғой деген сияқты ой бар да. И ортаның маңыздылығы мен осыда деп ойлаймын. Ортамен, ортасыз өсем, өзім барам деген адамдарға мен реально это олай нереально. Потому что сен, возможно, там, я 2 миллионға шығасың, но дальше никак. Потому что мен реально ортасыз өзі жалғыз жүріп, айырып жүрген адам көрмеппін. Өзім примерно солай. Егер де ондай адам болса, мен кешірсін, бірақ жазсыншы маған, мен өзім вообще ешкіммен сөйлеспедім, өзім қырып жатырмын деген адам болса, смело жазсын. Бірақ мен ондай адам вообще көрмеппін өмірімде. Өміріңізде енді ең қуанған момент бар ма? Қатты бір еске алатындай. Өте қиын оны айтқан. Мысалы осы жақында қатты қуандым, осы машина алған кезде, машинам келген кезде бірінші рет оқырдым. 2 ай күткен ғой Кореядан, сол кезде. Одан бөлек мен өмірімде мысалы үйленген кезде қатты қуанғанмын. Турцияда ұсыныс жасағанда
потом қатты қуанған кезім бірі, алғашқы көлігімді алғанда вот ең қатты эмоцияның бірі, прям барып алып ана Lexus болған армандағы машина болатын ғой, VIP Қазақстанның машинасы деген сияқты. Сол кезде қатты қуанғам. Одан бөлек негізі былай ойлап отырсаң өте көп. Бірақ та менің ойымша каждый күнге қуанып шүкір ете білу керек. Потому что былай ойлап отырсаң өте көп информация шыға береді ғой. Ал керісінше ең қатты қиын момент бар ма? Ең қатты қиын момент менде осы жылдың басында болды. Вот как раз сол қадалып, қарызға кіріп, и менде бір уақытта сол 21 жасымда почти менде 20 миллиондай қарыз болды. Оның барлығы сол проекттан, кезіндегі инвестирование проекттарынан жиналып қалған қарыз болды. И сол кезде мен біраз қиналған кезім болды. Бірақ та қиналғанда мен 2 күн ғана қиналғам. 2 күннен кейін ойлаймын ғой, мен енді ақша ғой, не үшін қиналып отырмын деген сияқты. Мен там қолым түсіп қалған жоқ, құлағым түсіп қалған жоқ, менің миым бар, бүкіл инструменттерім бар, білімім бар, мен любой нәрсені спокойно шеше аламын деген сияқты ой келді. И содан кейін уже әрекет жасап бастадым. Бірақ сол кезде қатты қиналғам. 2 күн бойы ойладым да, ё-мой, қалай ол деген сияқты. И думаға кіріп кеткен кезім болды. Бірақ кез келген жаңағындай қиындық болсын, любой адамға айтатыным, қиындық ол адамды тек қана өсіру үшін беріледі. Типа қиындық ол никогда сені қинау үшін, сынау үшін, там бір нәрсе үшін берілмейді. Ол тек қана сынақ келсе де, ол сынақ сені жаңа деңгейге шығару үшін келеді. Мысалы, сіз өз өміріңізді байқап қарасаңыз, кез келген қиындықты жеңіп шыққаннан кейін рост болады. Ол любой адамның өмірі сондай. Мысалы, мынандай айтады ғой, өмір деген ол теңіздің толқыны сияқты дейді. Теңіздің толқыны қандай? То жоғары, то түседі, то жоғары, то түседі. И адам өмірі ол 100% сондай. Мысалы, кейбір адамдардың қателігі неде? Толқын көтерілген кезде толқынның үстіне үй салып алады. И толқын түскен кезде үй сынады ғой, құлайды ғой. И сол себепті қиналады да. И маған мынандай нәрсе айтады да, вот тоже өзімнің психологым бар. Айтады, сен сол толқында кеме бол дейді. Типа көтерілді ме, көтерілді, түсті ме, түсті. Типа жеңіл қара дейді, потому что ол өмірдің өзінің заңдылығы. Потому что өмірде стабильность деген нәрсе жоқ. Өмірде стабильный бір-ақ зат бар. Не деп ойлайсыз? Өмірде стабильный ма? Туу? Қызық сұрақ. Білмеймін. Өмірде стабильно тек қана нестабильность. Типа тұрақтылық тек қана тұрақсыздықта деген сөз бар. Ол сөз өте андай мен қатты миыма кірді де, типа реально ғой, өмірде тұрақты ештеңе жоқ қой деген. И көп адам қателігі сол тұрақтылықты іздейді де бір орында қалып қалады. Хотя тұрақтылық вообще жоқ. Тек қана өсесің, либо өлесің. Тура осы жерде 2 шәкіртім бар менің. Сөйтіп біреу 20 миллионға қарызға кірген, біреу 100 миллионға кірген. Мен соларға айтамын да, сендерге потенциал беріп тұр Құдай. Қазір сынып кетпесеңдер, ертең атасыңдар. Мына кісі 100 миллион жапса, демек 100 миллион таба алады деген әңгіме ғой. Мына кісі 20 миллион жапса, 20 миллион таба алады деген әңгіме. Мысалы, кредит алып қойдың, хочешь не хочешь жабу керек. Тура сондай нәрсе, бірақ сіздерге басқаша жолынан берілген. Оны біз қазір айтып отқанымыз қарапайым нәрсе болып қалуы мүмкін көрермендерге. Мысалы 100 миллион қарызға кірген адам, "Ой, мына екі бала айтып отыр, олар қайдан біледі, өйтіп ондай қарызға кірмеген" деуі мүмкін, бірақ шынымен ол солай ғой. Осы жерде міне енді келесі сұрақ бар еді. Өмірге әсер еткен кәдімгідей қатты бір мотивация берген сәт бар ма? Ол жаңағы таудың кезіндегі жаңағы сөйлескен момент болуы мүмкін, және одан басқа бар ма екен тағы? Одан басқа моменттардың ішінде бір мынандай момент болды. Мен папаммен бірге, папам археолог қой. И мектеп аяқтағанда папам мені білет экспедиция алып кеткен. Экспедиция алып кеткен кезде біз жер қаздық, осы Тараз облысында жер қаздық. Мен кәдімгідей жер қазушы болып жұмысқа кіріп барғам. Может, 8 күнге бір 50 мың теңге ме сондай береді. И мен соған бардым. И барған кезде аяқта жұмыс өте қиын ғой. Күннің ыстығында, далада ұйықтайсың, палаткада, түнде суық, жер қатты, тамақ қандай особо күшті емес, в общем, қиналасың да. И сол кезде барып және заттар істеген кезде мен ойланам ғой, ё-мой, папам мен столько пашет, чтобы вот біздің 7 баламызды прокормить и вообще не жалуются деген ой келеді. Мен қатты сол кезде андай мотивация болды ғой. Мен бірақ та сол кезде андай өзіме цель қоямын да, никогда осылай қолдың жұмысы арқылы ақша таппаймын деген. Сол менің өмірімдегі ең үлкен мотивацияның бірі болды. И одан бөлек андай өте күшті мотивация алған өмірімдегі андай болады ғой, бір переломный момент дейді ғой. Переломный момент мен андай заттан алғам да. Өзім ойланып отырдым. Телефонда отырған кезде өзіме ой келеді, мен өмірде вообще қандай машина алғым келеді деп. И колесаны ашып қарап отқам ғой. И сол кезде GLS Maybach деген машина болды. Мен еще ютубтан көргенмін видеосын. Плане секретный билейтін машина Maybach Mercedes вообще өте әдемі. И колесаға жазам, сөйтсем 130 миллион теңге тұрады екен. 130 миллион теңге тұрады. Мен ол кезде айына 300 мың теңге табамын, 100 мың теңге өзім жинайтын әдетім бар. И жинап жүрген кезде осылай санаймын ғой, так мен айына 100 мың теңге жинасам, маған бұған 1300 ай керек екен. 12-ке бөлсем 110 жыл. И мен ойлаймын ғой, ё-мое, мен мына машина сонда, прикинь, мен өмірге келдім, и мен тупо өзімнің армандағы машинамды ала алмаймын деген. И мен қатты мен басыма тиді, мен до того андай обидно болып кетті, что мен
мен прикинь, осы өмірге келді, и сен өміріңнің мәні бойынша сен тупо өзіңнің армандағы машинаңды ала алмайсың, сен жағдайың даже соған жетпейді дегендей ой келеді. И мен бірден сол моменттен бастап уже іздене бастаймын. Маркетинг, бизнес, мышление, финансы бәрін оқи бастаймын, продажа іздеймін, курс аламын, ана істеймін, и өмірімдегі ең бірінші андай осознанный бір мотивация берген, бір сұмдық бір өзгерістерге итермелеген этап осы. Мысалы, любой адам егер де андай ситуацияға адекватно қараса, бұндай шешімге келе алады да. Мен мысалы, егер де осындай үйді қалаймын, бұл үйді алу үшін мен 10 жыл жұмыс істеймін ба, неужели мен осы қарапайым бір үйді алу үшін 10 жыл жұмыс істеймін ба деген сұрақты өзіне қойса, любой адам сөйтіп өседі деп ойлаймын. Сандардан қорықпау керек, адам отыру керек, жазу керек, сосын ойлану керек. Бұл салада мен істеп жатқан саламда бұл нәрсе мүмкін ба? Адамдар көлік, машина, үй алып жатыр ма? Мен кезінде фотомен айналысқан кезде қаншалықты фотографтар бай деп ойланып бастадым. Фотографтар Lamborghini міне ма? Фотографтар Дубайда жүре ма? Бір жетің ой келеді. Жоқ. Фотограф туралы стереотип қандай? Камерамен жүрген қарапайым айтыру адам 100 мыңға жұмыс жасайды болды деп. Содан кейін бірден фотоны қойдым да саламды ауыстырған болатын. Сіз де өзіңізге сұрақ қойғансыз. Мен ол кезде кәдімгі отырып ойландым, иә. Соны ойлаған адамдар всегда өседі. Өйткені андай осознанный адам дейді ғой. Осознанный деген қандай адам? Осознанный деген сөз мен өзім былай түсінемін. Осознанный адам деген өзіне сұрақ қоя білетін, и кез келген ситуацияға адекватно қарайтын адам деп ойлаймын. Адекватно қараған адам ғана өсе алады. Андай мысалы көп адамда розовый очки бар да. Каким-то образом мен қазір мына нәрселерді жасай беремін, и каким-то образом мен байып кетемін деген. Ол нереально. Ондай жоқ. Типа кез келген жағдайда адамға мысалы ақша қандай жағдайда келеді, ол тек қана оның қабілеттеріне, белгілі бір компетенциясына, и алған тәуекеліне және сабырына келеді. Ал андай случайно образом бай болып кету деген жоқ. Өйткені андай адамға ешкім наследство тастамаса, там инвестиционный бір прибыльмен аспаннан ақша түспесе, адам жалпы бай болу негізі бір сөзбен айтқанда қиын. Кедей болу да қиын. Болмаса джекпот ұрып алмаса, иә? Иә. Джекпот алғандардан көбісі потом қадалады. О, да бар. Енді подкастымызды қорытындылай келе, алдағы өзіңіздің жоспарларыңызбен бөліссеңіз, мақсаттарыңыз қандай? Жалпы мен өзім арманым, қазіргі уақытта менде 40 мың подписчик бар. И менің арманым осы подписчик санын миллионға жеткізу. Миллионға жеткізу арқылы жалпы менің өзімнің ролевой моделім осы Инстаграм арқылы өзім личный брендімді дамытып, и личный брендім арқылы осы білім саласындағы әртүрлі кәсіптер ашу. Балабақшадан бастап, частный мектепке бастап, универ ашып, платформа ашып, яғни үлкен экосистема құру. Яғни мен тек қана осы білім саласымен айналысқым келеді, и осы білім саласы арқылы өзімнің капитализациямды жинағым келеді. Капитализация арқылы уже бір сөзбен айтқанда где-то 30-40 жасымда Forbes-қа енгім келеді, состояние бойынша. И және де шынымен де осы білім саласында өте үлкен проект жасағым келеді. Және енді бізді көріп отқан осы подкасттың осы жеріне дейін жеткен барша оқырмандарымызға қандай үндеу айта аласыз, қандай мотивация бере аласыз, қандай кеңестер беруші едіңіз? Ең бірінші кеңесім тоқтамай білім алу, тоқтамай. Вот адамға негізі түк білмеймін деп жүрген позицияда болған өте выгодно, өйткені түк білмейтін адам ол көп нәрсені үйреніп алады. Екіншісі ол асықпау. Вообще асықпау. Білім аласың, бірақ асықпайсың, әрекетін жасайсың, сабыр етесің, сол кезде ғана үлкен нәтижеге жете аласың. Бірақ мен ең басты осы айтатыным ол білім және дисциплина. Білім және дисциплина болды. Осы екі нәрсе сен кез келген жаңа деңгейге шығарады. Енді осы подкастты соңына дейін көріп өткен кісілерге бір ерекше бонусымыз болсын, иә? Онда сізге және маған тіркеліп, осы YouTube-тан алған ең мықты инсайттарын комментарийге жаза кетсін. Және бір аптадан кейін біз сіздермен сіздің беретін бонусыңызды сол кісілерге табыстасақ мысалы. Бір адам болсын, қандай бонус бере аламыз? Давайте былай жасайық. Егер де бір адам жаңағындай ең күшті комментарий жазып, осы маған ұнады десе, мен бұл адамды кәдімгідей менімен бір күн өткізуге шақырайын. Мен бірге бір күн өткізсін, бірге тауға шығайық, бірге завтрак ішейік, бірге разбор жасап берейін оған контентына, жалпы бизнесіне. И одан кейін жаңағындай бірге тренировка жасап, бұл адамды үйіне шақырып салайын. Енді бір күн менімен өткізеді, контент жасаймын, өте қызықты болады деп ойлаймын. Онда қажетті информацияның бәрі описаниеда тұрады. Сіздің инстаграмыңыз, менің инстаграм, екі инстаграмға тіркелу. Осы подкасттан көрген қорытындыларын әдемі комментарий етіп жазып, біз сол тура бір аптадан кейін сол оқырманды анықтап, енді бонусын береміз деген ойдамыз. Енді осы кезекте сізге реклама жасағым келіп отыр. Біздің оқырмандар бірі білсе, енді бірі мүмкін білмес. Жалпы қандай курсыңызды, қандай пайдалы ақпаратыңызды өзіңіз ұсына аласыз, өзіңізді қалай жарнамалап кетсеңіз? Менің ең басты жарнамам, менің ойымша, егер де осы подкаст көріп, онда запуск болсын, инфобизнес болсын, жалпы ақша табу болсын, контент алғысы келсе, мен айтқым келеді, тек қана мен YouTube каналыма өтсін болды. Мен ештеңе жарнамалағым келмейді, просто YouTube каналыма өтіп, пайдалы информация алсын, өздеріне керек болса, мүмкін келеді. Бірақ та мен ең басты айтқым келеді, мен YouTube каналыма кіріп, бүкіл информацияны жасап, көріп, сол арқылы табыс тапса өте күшті, потому что менде шынымен де ондай жағдай болған. Мен просто YouTube'да бесплатный контент көріп арқылы
мысалы менде бір жігіт бар, тоже медик жігіт бар, Дархан деген жігіт, осы арқылы өзінің услугасын тек қана сол контент көру арқылы где-то 600 мың теңге сатқан. Просто менің контентім тегін жатқан. И сол контент көру арқылы істеген адам в любом случае ақша табылады деп ойлаймын. Ол ойда маған кейін келді ғой. Мен мысалы курстар қараймын, өспеймін. Сөйтсем миллионерлердің айтқан нәрсесін етпей, мүлдем оценка жасамай, тура солай жасау керек екен ғой. Сосын түсінемін мен. Сіздің ютубыңызға кіремін, бүкіл видеолар сақтап алдым. Мә, осы Елжан айына 25 миллион, 30 миллион табады. Мен олай таппаймын ба? Демек, ол бір нәрсе біледі. И оның айтқан сөзінде мән бар. Және ол өтірік соқпайды. Сөйтіп мен әрбір сөзді бұдан кейін конспектейтін боламын. Білсем де, білмесем де оны бірінші жасап көремін. Сосын қорытынды шығаратын боламын. Ол кейін келетін ой ғой, ол бірден келмейді. Басына ойлайсың, бұл айта береді, рилс түсіру керек. Ол айта береді, экспертный рилс отырып түсіре беру, көп түсіре беру, команда керек. Мен оның бәрін білемін дейді. Түбінде либо қадалады, немесе өспей қалады. Сосын ойына келеді, блин, қаншама информациядан қанша уақыттан құр қалып қойдым деп. Ал енді подкастымызды қорытындылаймыз. Сізге келгеніңізге көптен көп рахмет. Енді мақсаттарыңызды, армандарыңызды естідік. Енді жетесіз деген ойдамын. Сізге енді тілекшіміз. Осылай өсіп өніп, енді барша оқырмандарды қуанта беріңіз, пайдалы ақпарат көп болсын. Енді бұйырса сіздермен келесі, енді мүмкін екінші подкастты көрсеміз. Рахмет үлкен Ереге. Сәке, сізге де рахмет шақырғаныңызға. Өте күшті подкаст болды. Менің ойымша, жалпы барлық көрерменге пайдалы болды деп ойлаймын. Ең бастысы бағанағы егер де бір нәрсе ұнаса, төменге комментария жаза кетіңіз, потому что біз үшін ол өте важно. Сіздердің кері байланыстарыңызды естіп, осы арқылы подкастымызды одан да келесі деңгейге шығару үшін.